Армысыздар, құрметті көрермендерім. Бүгінгі сұхбатты ноғай тілі және әдебиеті ұстазымен өткіземін. Жалпы ноғай тілінің Ресей Федерациясында тараған аймақтары Дағыстан, Қарашай-Шеркес Республикасы, Ставрополь өлкесі. Ноғай тілі түркі тілдерінің қыпшақ тобына жатады. Бүгінгі сұхбатта ноғай тілі, әдебиеті, тарихы, әдет-ғұрпы жайлы ақпараттармен көбірек танысатын боламыз. Сол себепті бірінші менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Тіркелсеңіздер, онда бастасақ болады. Сәлеметсіз бе? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Баңур. Қалыңыз қалай? Бегару, жақсы. Сіздерсіз бе? Бегару, альхамдулилля, барзықтару. Рахмет. Мен де жақсымын, көп рахмет сұрағаныңызға. Жаңа жыл құтты болсын. Сау болыңыз, сізге де үлкен нәсіп yorayım. Саулы еліңізге, әйеліңізге барлықтары болсын, емішлік болсын елімізде. Әумин, әумин, айтқаныңыз келсін, жақсы. Жаңа жылды қалай қарсы алдыңыздар? Жаңа жылды үйдедік, үйде отырып әйелімізбен. Жақсы. Өзіңізді балалар шайдар. Өзіңізді біздің көрермендерімізге таныстырып өте аласыз ба? Да, мен Сәлемет Ахматқызы Майлыбаева, ерім Тоқыма Нукова, Россия Yazушылар ем журналистер союзының ағзасы, оқытушы. Құлғайты мен Ноғай радиосында ем Қарағас ауыл орта мектебінде ноғай тіл ем әдебиет дәрістерін өтемін. Жақсы. Дағыстанда тұрамын дедіңіз, е? Дағыстанда yaşаймыз. Жақсы. Сіз тұрып жатқан жерде басқа ұлт өкілдері де бар ма? Да, Дағыстанда түрк милләтләре құмықлар, ноғайлар бар, Азербайжанлар yaşайдылар. Көп болмаса да бар татарлар, қазақтар да бар. Бәрімізді бір-бірімізді бек әру аңлаймыз, сөйлейміз, бір-бірімізбен құмықлармен бөтен де бек әру аңлаймыз бір-бірімізді. Жақсы. Өз тілдеріңізді сөйлеп, бір-бірлеріңізді түсіне аласыздар, я? Бек әру аңлаймыз, да, бек әру аңлаймыз. Бек әру. Жақсы. Ал ноғай тілінде 3 түрлі диалект бар деп естідім. Ноғай, ақ ноғай, қара ноғай деген ол рас па? Міне бізді кітаплер Қобан диалектінде шығады. Біз Қараноғай диалекті, Дағыстан ноғайлары сөйлейдір. Қараноғай диалектінде, Қобан, Қарашай-Шеркес Республикасы, олар өздерінің диалектің басқалығы бар біздің. Ама бір-бірімізді бек әру аңлаймыз. Бізде дәрісте сондай тема да бар, диалект сөзді. Сол көрді біз бір-бірімізді бек әру аңлаймыз, балалар кішкейден диалект бар екен біледілер. Мысалы, олтырғышқа біз айтамыз олтырғыш, олар шат дейді. Біз бөлме дейміз, олар пеш дейді. Сондай біз қануас дейміз, олар шемшкі дейді. Сондай бізде диалект басқалықлар бар. Жалпы бір-бірлеріңізді түсінесіздер? Түсінеміз, да, түсінеміз, бек әру. Міне мен, мысалы, Қарашай-Шеркес Республикасында оқығанмын, Карачаевск қаласында. Онда біз қарашайлармен бек әру сөйлейтінік. Бүгінгі деймді қимасым Зарема Өзденовамын, Зема қимасымын сөйлеп тұрамын. Ол қарашайша сөйлейді, мен ноғайша, бірімізді бек әру аңлаймыз. Жақсы. Иә, сұрайын дегенім, ноғай тілінде қандай да бір өлең шумақтарыңыз болса, айтып берсеңіз өте қызықты еді. Мен бір яттан білемін, біз ноғайлар деген. Мен өзім ноғай халқымды не деп айтайын, бек өзімді юртшы деп санаймын. Не десе, мен бас құллығым ноғай тілге үйретуші. Ноғайдың тарихын, ноғайдың әдебиятын, мәдениетін білмеймін. Сау өмір бойынша мен 30 жылдан артық мектепте ішілеп, балалар ноғай тілге сүйім ендіріп келе тұрған әдем. Сол көреді сүйемін. Біз ноғайлар деген ятлауымызды, үйрегімізді өстірмeye сүйіп, сонда yazған ятлауым бар еді. Сау дүнияға даңқлы еді ноғайым, тамырларын таза судай кең жайған, толқын насып еділ бойда доғайы, жігітлерін алтын ардаға иған. Яйық бойда яңлы болған ардамыз, янған оттан күшлі болған жауларға, елін бірде қорлатпаған ер намыс, аталарым ұста болған ерларға. Ол неше өмір өтседі, тілімізді, дінімізді жоймадық, мойнымыздан қанлы қылыш өтседі, тізімізге бірді шөгіп. Біз ноғайлар ем күшіміз бірлікте, иман жоймай, татым болып яшайық. Тау сүйінсін, жер жырланса шөлікте, ноғайларым қайда болса қатынайық. Берік достыққа ысpat болсын еріміз, ұшып етсін жер жүзінде ноғайға, яйрасақ та бірге қайнар қанымыз. Сүйінейік
Құдай берген жашауға. Көп Солай рахмет, қандай бұл керемет. ятлау, шақыру, қайда жашаса да ноғайларымыз тыпақ болсын, тілі бір болсын. Не шақымыз сынау өтсек те халқымыз бірде тізіне шөгіп қалмаған, күшлі болған, қуатлы болған сол тарихымызды ұмытпай, бүгінлерде ата бабаларымыздың айтқан өсиетін есімізде тұтып, әрі өтіп тіл бірлікте яшайық деген ниетпен жазылған ятлау. Керемет екен, я. Келесі сұрағым мынандай еді. Жалпы ноғайлардың қанша пайызы өз ана тілінде сөйлей алады? Қанша пайыз деп ойлайсыз? Бізде бір 80% ноғайлар сөйлейдір ноғайша. Неде әйелде ясикөлер бар, атайлар, тетейлер, оқытушылар, маданият құлықшылары, yazушылар көп, Алла шүкір. Сол көреді әлі сосы мәселе тек біздің ноғайда туы, ястар тілі мұтаядырған. Не десе ол байланыслы ноутбукпан, компьютерман байланыслы ол не істейді, интернетпен байланыслы тек біздің ноғайда туы, бар милletте де сол мәселе бар. Ama мен ойлаймын, біздің ясларымыз әлі достар ТВ-ден телевидениеде ашылды, ескендір білесіз, бізде бар ноғай елі радиомыз. Сол ноғай елі радиомызда, мысалы мен әр дүйсенбі күн үйренейік ноғайша деген зат ютубтамын, үйренейік ноғайша деген шаралар орысша айтып, олар ноғайша ма радио тыңдаушылар жауаплайдылар. Бізде бар журналлар, өзіміздің газетамыз, шөл дауысы, ноғай дауысы. Сол көрде мен ойлаймын, бәрімізде сөйтіп бір тілде ниетте ішлесек, біз қылмас деп сенемін. Балалар бауында, мысалы, әлі яз тербие алушылар қайда көп клубқа жүртеділер. Міне яңларда бізде фестиваль озды, Валерий Казаковтың ұғынлауынан бек ару болды. Міне ертегілерден проект яңларда достар тібе еттілер. Қайда ару, міне қызықлы, міне бүгінлерде қарап тұрамыз достар ТВ каналда. Сол көрде мен сенемін, тіліміз ұмытылмас деп, иншалла. Я, дұрыс айтасыз. Я, өте маңызды іс-шаралармен айналысып жүр екенсіз. Я, дұрыс. Мынандай келесі сұрағым, жалпы менің сұхбаттарымды ютубтан қалай кездестіріп қалдыңыз? Мен көрдім, менің оқушым Айды Меласановадан қарайым WhatsApp'та тамаша еттім. Менің оқушым, біздің Қарағастың оқушысы шет елде барып, Балдыр деген қызбан ноғайша сөйлегенде, оқуында тұрып маға салам айтқанда жүрегім бек толды, бек сүйіндім. Балдыр үлкен сауал айтпа, сүйемін, сен тек ноғайман қараймын, неше түрік милletтерімен бір тіл тауып, тіліңді сөйтті өрметлеп, түрк тілдерінің сыйын көтеріп, сау дүнияға көрсетесің. Ол бек керемет құлық, бек әрі құлық. Саулық, соқылық бердіңді. Сенің бәрі YouTube затларыңды қарап тұрамын, маға мен саға подписать еттім. Жүңтіп маға жыңғырдап келесіз, мен қарайым, енді бұл балындар қайда үйрекенді. Сау бол, бек әрі құлық ертесің. Көп рахмет, қолдауыңызға. Жалпы ноғайлардың қандай ұлттық рәсімдері бар, ұлттық дәстүрлері бар? Бір-екеу болсын мысал айтып бере аласыз ба? Біздің әдеттеріміз. Біздің ноғай халқымызда әдеттерге бек бай біздің халқымыз. Баламен байланысты әдеттер. Мысалы, бала туғаннан алып, аяғын апыл-тапыл басып жүрген шақылы, қырқына шыққан заманда ол балады іш көйлегін итке кидіреді, ит ақылы қалсын, итте күші болсын деп. Беске бөлен заманда оңнан, соңнан деп хатынар жиналып, олың қайт беске салмарек. Мысалы, қыз бала болса қаншы салады, іслебеке болсын деп. Ер бала болса шыбыртқы салады, күшлі болсын деп. Сыбырық шалатан болған жындарды болсын деп, алдынгері не деп айтайын, біздің көп заманларда ата бабаларымыз сондай әдетлерді еткендер. Қонақ сыйлау әдет ең бірінші орында. Міне мен мысалы мен айтамын, бізде көрелей деген барша біз жердің астына етті да, саулай етеден. Сол көрелей әдет ноғайда қайдан болған? Алдынгері бізде ноғайларымыз көшпелі халық болғанша, мал бағып жүргенде телефон жоқ, бір-бірімен байланыс болмайды, amma олар білгендір. Қайсы ноғай үйіріп отлатады да, қыста болсын, язда болсын, күзде болсын. Сол келек, бұл жерде мен бағамын да қойымды. Сонымен кеткен заманда ерді қазып, ердің астына саулай бір қойды салып, пісіріп, үстін терімен жауып кеткендір. Екінші, адамдар келген заманда сол зияпетті олар татқандар. Сондайды бір-бірісіне олар, қайтып айтайын, достылық, адданаслық болған сондайда, әру әдет. Міне мысалы мен кішке заманда біз бір тауық сойсақ та,
нодикон аяқ барады бізде. Сол аяққа бір кесек ет болса да салып, мен ауылдасқа соқпақ ертедім. Естайды, соқпағымыз өлем баспасын деп ертейтін едім. Олар бізге сол аяқтың ішіне салып беретін еді. Кәмпет болсын, бір кесек секері болсын, қалаш болсын. Ноғайлардың міне сондай игі әдетті міне ауылдасылық арасында, қардашылық, аданастар арасында бек ару болған. Той әдеті, міне мысалы, мен бала заманда бар еді сондай әдет. Біреу той етсе, бәрінде қиынша атқармаған, о заман белгім ақшасы болғандар, үймен болады деп айтады. Үймен. Міне мысалы, мен қардашым еді ауылдасым той болады. Мен олардың бір 10-15-20 әдемін үйде сыйламар едім. Үймен болып, оларға сыпыра түзіп, асасып, сондай әлемет әдет еді. Үй салған заманда көмөклесіп, орысша айтқанда субботник деп айтады орысшалап. Бір-бірісіне ярдамласатын. Сол әдеттілерді мен бек сағынам. Үзікті көп игі әдетлер ноғайда қалған, қонақ сыйлау әдеті, бір-бірісіне ярдамласу. Міне мысалы, бүгінлерде бір ноғайға бір кішки қиынлық түссе, міне мысалы, бізде бар ноғай мұсылман декелерден көп бар WhatsApp'та. Кішкенеге біреу ауырса, бір затты әкелмей керек, еді үй янады, бір неде қиынлық болады, сынау түседі, Құдай береді сынау. Әрекетлеп, ноғайлар бір-бірісіне сүйікті көмек етеділер. Сол әдет бізге ата-бабамыздан қалған, ол зат біздің қанымызда. Достылық, қардашылық, аданаслық деген әдет. Сол ең игі әдет деп санаймын мен біздің ноғайда. Иә, сізге көп рахмет жаңағы дәстүрлерді айтып бергеніңіз үшін. Мен үшін өте қызықты, және біздің көрермендерімізге де қызықты деген ойдамын. Келесі сұрағым, ноғайлардың қандай ұлттық аспаптары бар, музыкалық аспаптары? Да, біздің ноғайларда бек көп саз алатлары бар. Қобыз, қарнай, қыл-қобыз, дауылбаз. Міне мен әлі сөйлеген едім, бізде ноғай оркестр бар, көрсетейін. Мынандай оркестріміздің буклеті бар. Мұнда бәрі жазулы. Ішінде 25 жылдан артық құлық етеділер бұлар. Міне Бекмырза Құдайбердиев оның жетекшісі. Сонда әлемет затлар бар. Дауылбаз, қарнай деп бар, қыл-қобыз деп бар. Міне оркестріміздің артында бір өктемсіп айтпа болам. Едесі бұлар неше жылдан бері өздерінің өнерлерін көрсетіп келеділер. Міне оркестрімізді қолданадылар, түрлі саз алатларын. Бек ару. Бар жерге де барадылар, Қайсерде де болғандар, өздерінің өнерлерін көрсетіп. Ал домбыра деген ұлттық аспап бар ма? Да, домбыра бізде бар. Домбырада Әлібек Раманов ақынымыз үйретеді еді. Бек ару балаларды. Ол бақыр ятқан ер қосын. Саз ансамблін қалдырып кетті. Үзінен соң бүгінлерде оны мен іс жолдасым Әділхан Меңласан жүртеді. Біздің мектепте де бар яс домбырашылар, Яуғайтар Нұрылбай, мен оқушым Келдімрат Баршакаев деп Ортөтебе ауылдан. Әлді өнерлі балалар аз туылар, Алла шүкір, сол көреде сол домбыра сазы әлді біздің шөлімізде көп заңғырап тұрады деп сенемін. Көп еллар, көп болар деп домбырашылар. Жақсы. Домбырада ойнайтын адамды күйші деп атайсыздар ма? Домбырашы деп айтамыз. Домбырашы. Күй шертетін адамды? Импровизатор, ол біздің ақынымыз, ол жырлайтан, бұрынғы жырлар жырлайтан, ол біздің ақынымыз еді. Ақын бізде Әлібек Раманов еді. Солайды ятқан ер қосын. Біз оны есімізде дайымды тұтамыз. Жақсы. Қазір мен сізге жалпы қазақтың күйіндегі бір мезетті айтып өткім келеді, рұқсат етсеңіз. Бізде қазақтарда Ақсақ Құлан деген халық күйі бар. Ол кезінде Алтын Орда кезіндегі Жошы ханның ұлы құлан аулауға жолға шығып, сөйтіп үлкен үйірді бастап келе жатқан басшы құланды жаңағы жаралап, сол жаңағы жараланған құлан ашуланып, аңшыға тап беріп, сол аңшыны сол жерде өлтіреді екен. Сол кезде Жошының бір сұмдық нәрсенің болғанын сезіп, кімде-кім ұлымның жаңағы жаман жағдайда екен айтатын болса, соның көмейіне қорғасын құямын деп айтыпты. Сол кезде бір күйші өзінің домбырасын алып күйді тарта жөнеледі. Сол кезде Жошы жаңағы күйді тыңдағаннан кейін барлық оқиғаны көз алдына елестетіп, түсініп,
өзінің сертін бұзбау үшін жаңағы домбыраның көмейіне қорғасын құйған екен. Жалпы ноғай әдебиетінде немесе тарихында осыған ұқсас айтулар бар ма екен? Домбыраға қорғасын құйған деген. Балнұр, сен айтқан табарық ол ноғайда да бар бізге. Бір хан өзінің ұлының егер біреу айтса, мен оны өлтірерім деп айтқан, осы хабарды ұлын ялғыз кетесін ұлын. Амма сол біреуді айта алмаған, қорыққан айтпа. Сол заманда бір домбырашы алып, ақын домбыраман жырлап, сондай да саз шалған. Сол заманда ол аңлап, кедесін өлгенін аңлап, қорғайды құйған домбыраға. Соншында домбырадың заты тесік деп айтады. Сіздің табарық, бізде де бар ол табарық, балалар да оны бекару біледілер. Жақсы. Негізі... жалғастыра беріңіз. Оқушыларымыз ойнайдылар, Яуғайдар Нұрлыбаев, олар түрлі сазлар ойнайдылар домбырада. Балалар бек ару аңлайдылар о темады. Ойнап та боладылар. Алла шүкір, мен көрем, сахнаға шығадылар. Қайда өнерлі біздің балаларымыз бар. Керемет, өте керемет. Сіздің мысалға айтуларыңыздан қазақтар мен ноғайларды байланыстыратын нәрсе өте көп екен. Әдебиет бойынша да, тарих бойынша да. Жаңағы тілімізде өте ұқсастық. Біз барлығымыз бір ұлт болғанымыз айдан айқын көрініп тұр екен. Жақсы. Ноғайлар қандай рулардан құралады? Бізде ноғайларда бек рулар көп. Найманлар, Қобаншы, Қостамғайлы, Ашамайлы, Тоғыншы, Қанғылы. Мен мысалы өзім Шаужелі Қобаншы. Міне сол тамғалардан тұра мен бір ятлауымда бар еді. Сол ятлауымда бір айтылады. Қалай бай біз ноғайларды оқып кетейін. Сонда сол ятлауда бар тамғаларда көп тамғалар бар. Мысалы, қалай бай біз ноғайлар, yüzлеген бар рулар, неше түрлі қыпшақлар, тізіп айтсаң тамаша, қара, сары, қыпызлар, айтамғалы, қорама, аюшы, бұйрабасылар, қарағаш, қарақайлар, қостамғайлы, матақайлы, бар қыпшақлар, отақайлы, тікмейіз де бар екен, қыпшақ ру бай екен, ашамайлы, найманлар, алақай бар, алашылар, ақ ноғайлар, бақайлар, балта мырза ақайлар, ем бойлық бар, етісан, етішкүл, естек, найман, орақшылар, ұйғырлар, мансұрлар бар, қаңғылылар, шыңлыбай бар, ем шыңбай, шыжуыт бар, ем қуғай, шәтемір бар, шабақлы, өзден сейір қонақлы, үшкүбі, үйсін, құбай, неше түрлі бар ноғай, бұтақлары бай терек, ру бек керек. Бірін жоймай сақлайық, ұлы тарих мұтпайық, тек алдыға, қонақ, ярқын яшауға. Мен оқушым Азиза Жигелдиева яттанды оқиды, сол руларға бағыстанып yazған ятлауым. Сонда аңлаған дұрыс деп ойлаймын, қайда көп тамғалар бай терек біз. Бай терегіміздің жеміслері де бай, руларға да біз бай халық. Өте керемет. Тағы да келесі сұрағым. Сау бол. Ноғайлардың қандай ұлттық ойындары бар? Бізде ноғайларда бек көп ойындар бар. Бұрын заманнан алып, ең бірінші ойын ол асық ойын. Айтатан болған бұрын заманда. Асық ойынан азар, тойынан тозар, мал бағып, құйрық ашаған, бәрінен де озарды. Бүгіндерде мен балаларым, мектепте мен үйретемін балаларды бұрынғы ойынларға. Бізде сондай деріс те бар бұрынғы ойындар деген. Олар орысша санатпай мен оларды. Бір тас, екі тас, үш тас, төрт тас, ақата, бақата, ербегей, сербегей, онтай, шонтай, шық, тотай деп санап зауқланадылар. Олсаң екеде бала арқасына бір-бірсін көтеріп, көкте не бар, көк шешекей, ерде не бар, ер шешекей, қазанда не бар, қайқаңа, аш көтір мені арқаға деп зауқланып ойнайлар. Енді мен ойнаймын деп таласадылар. Олсаң арпа бидай біз шаштық деп екі көпке бөлініп, не заттына шашқасыз, атымызбын шашқамыз, әші не зат алғансыз, арпа бидай алғамыз деп сондай әші сізге не керек, қопасып тұрған мина керек деп балалар слайды бір-бірісімен жуырып қолды үзбеге керек. Яда қалады, яда біреуді алып кетеді. Сондай көп түрлі ойындар бізде бар. Соны біз балалар ұмытпасын деп дерслерде соны көпқар үйретеміз. Енді ең соңғы сұрақ, нағыз ноғай қандай болу керек? Сипаттап бере аласыз ба? Шынты ноғай, нағыз деген шынты ноғай қайда болма керек? Ол өзікті біріншілей өзінің тілін білмерік, тарихын, дінін білмерік, еті атасына дейін болатамысы білме керек.
ол өзін басқа мұсылманға, бұсырманға әр заманда кереккенде қол сол бермерек, қонақ сыйлап білмерек, ноғайға тірі болма керек, көтергіштемерек, біреу өрге мінсе басқа ноғай оның үшін сүйме керек. Шынтан ноғай, не деп айтайын, бар жақтан да өзін ноғай деген атын сау дүнияға даңқыл етпей керек. Иге жақтан, тек иге жақтан. Өзін миллетін сүйіп, басқа миллетлерді сыйлама керек. Көп рахмет. Солай. Сіздің арқаңызда бүгінгі сұхбатымыз өте қызықты өтті деген ойдамын. Алғысым шексіз, уақытыңызды бөліп, барлық біліміңізбен, жаңағы ноғай тарихымен, әдебиетімен таныстырып отырғаныңызға тағы да алғысымды білдірейін. Рахмет сізге. Алла разы болсын, саған да Балнұр, саған да өзің сол жолыңда yorayman үстімліктер, тек ноғайда бар түрік халықтарды да бірлестіре таған құллығында Алла саған қуат берсін. Арыма, талма, көңілің ашылып тұрсын. Сау дүнияда түрк ноғайларды, мұсырмаларды, бәрін түрк миллетлерін бірлестіруде саға икон жетімсіздер yorayman. Сау бол, Алла разы болсын. Көп рахмет, жақсы, қош көріскенше сау болыңыз. Сау болыңыз, көп рахмет. Сау бол, бек разымын. Құрметті көрермендерім, сіздерге сұхбат ұнады деген ойдамын. Өз ойларыңызды, не түсінгендеріңізді төменде комментарияда жаза кетсеңіздер болады. Қош көріскенше сау болыңыздар.